Сәлеметсіздер ме оқушылар? 10 сынып алгебра 3-ші тоқсан БЖБ 3 тапсырмасы. Жаңа екінші нұсқасы, бірінші және жалпы нұсқаларда каналымда бар, кіріп көрсеңіздер болады. Бізде мынадай 3 есеп берілген екен, әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Бірінші есеп, y функциясының графигіне x0 тең түбірасты 3 нүктесінде жүргізілген жанаманың абсцисса өсімен жасайтын бұрышының мәнін табыңыздар дейді. Бізде білесіздер, бұрыштық коэффициент ол k тең f функциясынан туындалып x0 нүктесіне тең. Бұл бізде тангенс альфаға тең, бұрышқа тең. Енді осы формуланы пайдаланамыз. Алдымен біз берілген y функциясынан туындаламыз. Y функциямыз ол тең болады минус 1 бөлінген 6 x-тің 4 дәрежесі қосылған 1/6-дан 1-ді мен жарайды, қазірше берілген жасайын, өзгертпеймін. Минус 8-ге тең. Енді осы y функциясынан туындалып жазайық. Минус 1 бөлінген 6 x-тің 4 дәрежесінен туындалатын болсақ, дәреже 4 алдына түседі, және дәреже 1-ге келмейді. Сонда 4-тен азайтамыз 1-ді 3-ге тең болады. Қосылған 1/6-дан 1-ді мен бұрыс бөлшек түрінде жазғым келіп тұр. 6-дан 7 деп көбейтілген x-тің квадратынан туындалатын болсақ, ол бізде 2x-ға тең. 2 көбейтілген x. Минус 8-дің туындысы 0-ге тең. Енді осы жерде былай ықшамдап алайық. Қысқартамыз 2-ге. Сонда бізде минус 3-тен 2 x-тің кубы қосылған. Мұнда да қысқарады 2-ге. 3-тен 7 x-ға. Енді осы y туындалған функцияға x0 мәнін қояйық, яғни түбірасты 3-ті. Сонда минус 3-тен 2 көбейтілген x-тің кубы ол 3 түбірасты 3-ге тең. Қосылған 3-тен 7 бөлімі көбейтілген түбірасты 3. Енді бұл жерде бөлшектің бөлімі 3-ге тең болып тұр. Мен осы үйде алайын 3-ті, алымын есептейік. Сонда минус 6 түбірасты 3 қосылған 7 түбірасты 3 болып тұр. Бұл жерде азайтылатын болса, бізде түбірасты 3 бөлінген 3-ге тең. Енді бұл деп отырғанымыз тангенс альфа тең түбірасты 3 бөлінген 3-ге тең деген сөз. Формула бойынша осы жерден тангенс альфа түбірасты 3 бөлінген 3-тегі мәні ол альфаның 30 градустағы мәніне тең. Неге? Бұрышының мәні 30 градусқа тең. Келесі екінші тапсырма. Функцияның туындысын табыңыздар дейді. Мына жерде керекті формулаларды жазып алайық алдымен. А тапсырмасында f от x функциямыз бізде тең x қосылған 2, 4 минус 3x-қа тең. Енді осыдан туындалып жазайық. f'(x)іміз бізде тең болады. Формула бойынша бөлімінде x плюс 2-ның квадраты болады. Алымына 4 минус 3x-тан туындаламыз. 4-тен туындалсақ 0 болады. Минус 3x-тан туындысы ол минус 3-ге тең көбейтілген x плюс 2-ге. Минус ол деп отырғанымыз 4 минус 3x көбейтілген x плюс 2-ден туындалсақ ол 1-ге тең. Тең есептеп жазатын болсақ, бөлімінде x плюс 2-ның квадраты, ал алымында 3x-тарымыз қысқарады. Минус 6-ға минус 4-ті қосатын болсақ, ол минус 10-ға тең болады. Енді А тапсырмасы. f от x функциямыз тең 3x қосылған 4 көбейтілген түбірасты x-ға. Енді туындалып жазайық. f'(x)іміз тең болады. 3x қосылған 4-тен туындалсақ, ол 3-ге тең көбейтілген түбірасты x. Қосылған 3x қосылған 4 көбейтілген 1 бөлінген 2 түбірасты x. Енді осы жерден біз ықшамдап жазатын болсақ, 4,5 түбірасты x қосылған 2 бөлінген түбірасты x түрінде өрнекті аламыз. Енді бұл тапсырмасы f от x функциясы синус квадрат 5 қосылған 3x берілген екен. Туындалатын болсақ, бұл жерде күрделі функция болып тұр, синустың дәрежесі бар. Алдымен дәрежеден туындаламыз. Дәреже формула бойынша 2 алдына түседі. Синустан 1 дәреже келмейді. Сонда синус 5 қосылған 3x-ті жазып аламыз. Көбейтілген. Енді синус x-тан туындалатын болсақ, ол бізде білесіздер косинус x. Сонда косинус 5 қосылған 3x-қа тең болады. Көбейтілген
5 қосылған 3х-тан туынды аламыз. Яғни 5 қосылған 3х-тан туынды аламыз. Сол кезде ол 3-ке тең. Ал енді мына формулаға қараңыздар. Бұл формула бізде мынандай формуланы еске салады тригонометриялық. 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа, ол бізде 2 жоқ мында, синус 2 альфаға тең деген осы формуланы еске түсіріп тұр. Осы формуланы қолданамыз. Сол кезде 5 қосылған 3х-тың туындысы ол 3-ке тең, көбейтілген синус 2 көбейтілген 5 қосылған 3х аргументіміз. Мінекей осындай өрнекті аламыз. Келесі 3-ші тапсырма. Түсу бойымен S-ті заңдылығымен қозғалатын нүктенің жылдамдығы 2 метр секунд болатын уақыт мезетін табыңыздар дейді. Бізде мінекей S-ті 2,5 t-ның квадраты минус 7t қосылған 6 теңдеу түрінде берілген екен. Ал енді туындының физикалық қасиеті бойынша біз осы S-дан туындалатын болсақ, лездік жылдамдыққа теңдеуді аламыз. Осы формула бойынша біз берілген S-дан туындаламыз Т бойынша. Сонда 2,5-ке 2-ні көбейтетін болсақ 5Т болады, минус 7. Осы 5Т минус 7-ні біз 2-ге теңестіреміз. Себебі бізде VT тең 5Т минус 7 түріндегі теңдеуге тең болды. Енді жазайық. 5Т минус 7 тең 2, 5Т тең 9, Т тең 9-ды 5-ке бөлетін болсақ, бізде Т тең болады 1,8 секундқа. Осымен есептеріміз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда ТЖБ тапсырмасы шығатын болады.